Қайырлы күн. Бүгінгі кешкі асқа осындай тауықты духовкада пісіруге дайындап жатырмыз. Ол үшін бізге маринад үшін аздаған сметана 3-4 қасықтай, және осы сметанаға 2-3 қасық томатный паста, қалағанша тұз, дәмдеуіштер саламыз, бұрыш, жақсылап араластырамыз. Чеснок саламыз. Осылай маринадты жасап аламыз, дұрыстап араластырып аламыз. Сосын осы тауығымызды жақсылап маринадтаймыз. Осылай бәр жағына жағып шығамыз жақсылап маринадты. Және бір 15 жарты сағаттай маринадта тұрғаны жақсы. Маринад сіңіп өте дәмді болады. Көкөністерді жақсылап ұсақтап турап, сарымсақ барлығын турап, сұйық май қосып, тұз сеуіп, араластырып аламыз. Біраз осылай бір жарты сағат 20 минуттай тұрған тауығымызды духовкаға жіберу үшін ең бірінші мен астына күрішті жуып жақсылап тазалап салдым. Оның үстіне көкөністер салдым. Және тауықты осылай қойып, духовкада 180-200 градуста 60-40 минуттай пісіріп аламыз.